Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы гаметогенез, адам гаметогенезінің кезеңдері. Бұл тақырыптың оқу мақсаты адам гаметогенезін зерттеу. Гаметогенез жыныс жасушаларының даму және қалыптасу үдерісі. Жыныс жасушаларының миоз арқылы түзілетінін білеміз. Алайда осы бір үдеріс арқылы мамандаған жыныс гаметаларының қалыптасуы шектелмейді. Сондықтан, оның барысында сатылардың біреуінде миоз жүретін гаметогенез үдерісі зерттеледі. Жануарларда гаплоидты гаметалар жыныс бездерінің диплоидты жасушаларынан түзіледі. Жыныс бездері 4 аймаққа бөлінеді. Олардың әрқайсысында ерекше үдерістер жүзеге асады. Аталық жыныс жасушаларының сперматозоидтердің түзілу үдерісі сперматогенез деп аталады. Аналық жұмыртқа жасушалары оогенез немесе овогенез үдерісінде түзіледі. Осы үдерістер арасында кейбір айырмашылықтар бар. Оларды адам ағзасы мысалында қарастырамыз. Гаплоидты гаметалар жыныс бездерінің диплоидты жасушаларынан түзіледі. Аталықтарында аталық бездерінің жасушалары, аналықтарында аналық бездерінің жасушалары денеміздің барлық жасушасы сияқты диплоидты хромосома жиынтығына ие гаметогенезді шартты түрде 4 аймаққа бөлуге болады. Бірінші аймақ көбею аймағы. Бұл жерде митоз жүреді. Жыныс бездерінің диплоидты жасушалары көбірек болады. Екінші аймақ өсу аймағы. Митоз бен миоз аралығында интерфаза кезеңі. Бұл кезеңде ДНК матрицалық жолмен өздігінен көшірмелену әдісімен 2 еселенеді. Осы фаза соңында әрбір диплоидты жасуша бөлінуге дайын, яғни 2 хроматидтен тұратын хромосомалар болады. Үшінші аймақ пісіп жетілу аймағы. Миоз жүреді. Соның нәтижесінде жыныс бездерінің диплоидты бастапқы жасушаны қосылуға, яғни ұрықтануға қабілеті хромосома жиынтығы бар 4 гаплоидты жасуша қалыптасады. Төртінші аймағы қалыптасу аймағы. Сперматозоидтердің құйрығы қалыптасады. Ядро жасуша ұшына орын ауыстырады. Ядро алдында жұмыртқа жасушасының қабықшасын ерту үшін лизосомалар жинақталады. Құйрық негізінде оның қозғалысын АТФ-тің жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз ететін митохондриялар жинақталады. Жұмыртқа жасушасында қабықша түзіліп, жасуша цитоплазмасында қоректік заттар қоры жинақталады. Қоректік заттардың бір бөлігі нәруыздар мен күрделі липопротеиндер бөлігі түрінде бауыр жасушаларында түзіледі. Содан кейін жұмыртқа жасушасы құрамына түсу үшін аналық безге жеткізіледі. Бұл заттар егер ұрықтану жүрсе, болашақ эмбрионның қорек негізі болуы тиіс. Жыныс жасушалары дайын болғанда ұрықтану жүреді. Жұмыртқа жасушасының ішіне тек сперматозоидтың ядросы енеді, ал жасушаның көп бөлігі, мысалы цитоплазма құйрығы, сыртта қалады. Ұрықтану соңында жұмыртқа жасушасы мен сперматозоидтың ядролық материалы зиготтың ортақ ядросына бірігеді. Кейде жануарларда бірден гаметалардың бірнеше жұптары қосылуы мүмкін. Мысалы, балықтар мен қосмекенділерде осылай жүреді. Аталықтар шәуіт шашқанда кейін сперматозоидтер бірден көптеген уылдырықтарға кездеседі. Мұндай үдерістен іште ұрықтану кезінде де болуы мүмкін. Жыландар мен кесірткілер әдетте бірнеше жұмыртқа салады. Ірі ұрық жолдастыларда осындай үдеріс сирек, ал ұсақ жануарларда жиі жүреді.
пілдер әдетте екіден бала тумайды, ал тышқан тектес кемірушілер бірден көп бала туады. Адамда да бір жұмыртқалы, әр жынысты немесе бір-біріне ұқсамайтын егіздер туылуы мүмкін. Оқушылар, бүгінгі біздің сабағымызда мынандай сөздерге біз анықтама бердік. Гаметогенез деген не? Сперматозоид, сперматогенез, жұмыртқа жасушасы, оогенез немесе овогенез. Енді бүгінгі біздің сабағымызды қорытындылау үшін біз келесі сұраққа жауап берейік. Гаметогенез дегеніміз не? Гаметогенез жыныс жасушаларының даму және қалыптасу үдерісі. Келесі сұрақ. Жыныс жасушаларының түзілу аймақтарын атаңдар. Мана сабақ түсіндіргенде мына 4 аймақтан тұрады дедік. Ол көбею аймағы, өсу аймағы, пісіп жетілу аймағы және қалыптасу аймағы. Осы аймақтарды кестеден қарастыруға болады. Берілген кестеге гаметогенездің түрлі аймағында жүретін үдерістерді талдап, сәйкес аймақ номерін кестеге толтыру, көбею, өсу, пісіп жетілу, қалыптасу. Сабақ аяқталды, сау болыңыз.